Майдан ейғанси, ақбудын сақырғанси. Күк-күкрәп шау келіп, ердә дауыл қуптарып, тауташ қая ақтарып, бүттәйенге шом халып, йындыз хымақ атылып, ақбуз тұлпар атлығып, күктән келіп түшкәнси. Хымайхлы алдына келіп, башын әйгәнси. Ақбуз шында туқтаған, бүттә майдан хоқланған, хыртына әйер халынғанси. Ерінің башына алмас қылыс тағылған, югәнінің қашы алтын, югәнінің башы алтын. Құлағын біздей қазаған, ялын қыздай тараған, баш күнәктәй тамаулы, харымхақтай асаулы, қарсыға түш тар бүйір, еңел тіке тұяқлы, қуян күзлі бақыр көз, қысыр йылан тамақлы, урайы құш, яңағы ас, мойындары бір қолас, қиғыр бүркіт қабақлы, тікке басып баш ташлап, елғыр атлап бышқырыр, құлақтарын қайсылап, алан юлан қараныр, алғыр бүре көзіндей, күз бәбәгін сылатыр. Ауызлық сәйнәп, ярһудан ауыздарын күпсетір, елге қошта елпініп, артында саң ойнатыр. Осыраған бір кішіні хайран итер, уйлатыр. Бұна ошындай ақбуз ол, күз көрмәгән ят буз ол. Ural Batur. Thus it was she spoke to Shulgan, biting reason her suggestion, called Amathan the folks' meeting, called her Akbuzat the white seed, and that caused the thunder rolling, caused the tempest whirling, raging. As excited from his spirit, crushing rock and sweeping mountain, terrifying all the living, down came flying the white toppler, like a white star, and Tochomai galloped gracefully with bent head. Much amazed were all the Mathan at this aspect and his outfit. To the pommel of his saddle was a sword strapped, sharp as a diamond, with the pommel and the bridle richly glided. Both his prick ears were as fine-edged as an awl point. Like a maid's hair was a mane combed, and the bashkunas his nostrils, and his teeth like cloves of garlic. Thin his flanks were, light his slim legs, and his broad chest like a falcon's. As a falcon's keen his eyes were, shot with copper like a hare's eyes, and his neck 1 kola's long was, like a coiling, wriggling serpent, squinting sideways like a vulture, with a whirl of dust behind him, with both his eyes flashing blazes, chewing the bridle bit in fury. In a lather he came prancing. His gallop was a bird's flight. Everyone was stunned and spellbound, watching Akbuzat the wondrous, the white steed unseen, unheard of. Вот царевна Майдан созвала, Акбузатась к себе призвала. С громом из небесных пластов, вызвав бурю на всей земле, разрушая камни хребтов, на все живое страх нагоняя, немного времени погодя, с неба летучей звездой Акбузат сошел в мир земной. Подойдя послушно к Хумай, голову склонил, говорят, обрел спокойствие Акбузат. Весь Майдан восторгом объят, на коне чудесном седло, но о клуке седла того приторочен алмазный меч, лито золотом лука седла, недоуздок на нем золотой, уши 2 шила над головой, грива на нем вздымается гордо, горделиво точенная морда, ноздри, как дольки чеснока, грудь соколиная, узкие бока, крут и легок в копытах он, светятся медью его глаза, шея тонкая, как змея, двойная макушка, впалые щеки, словно вытянутые ноги, веки, как у дикого беркута, ступает, вздернув голову кверху, землю хвостом метет на ходу. Уши ножницами раздвигает,
по сторонам косясь шагает, как у волка быстрая кровь, насквозь пронзает пара зрачков, дрожит под ногами его земля, пена стекает из пасти бела, а помчится, вспорхнув, как птица, только следом пыль заклубится. Любого, кто повстречается с ним, поражает величием своим. Вот такой он был, Акбузат, что сошел из небесных врат.